Сәлем достар, сіздермен Арайлым. Бүгін сіздерге рецепт емес, осындай фруктовая нарезканы жасалу жолын көрсететін боламын. Ең алдымен бізге ананас қажет болады. Ананасты мен алдын ала жақсылап суға жуып алдым. Жуғаннан кейін керек емес жапырағындағы бөліктерді кесіп алатын боламын. Және ананасты ортасынан екіге бөліп, әрбір бөліктерін дөңгелек формада жасайтын боламын. Дәл осы видеода көрсетілгендей. Жалпы ананастың құрамындағы біздің организмімізге өте қажетті витаминдер көп. Ең бірінші, ананастың өзінің адамға деген пайдасы, ол иммунитетті көтереді, көздің көруін жақсартады, буын ауруларына өте жақсы көмектеседі, жүрегіңізге пайдалы, сонымен қатар қан қысымын төмендетеді, сүйектеріңізді қатайтады, ас қорыту жүйесін жақсартады. Сондықтан міндетті түрде ананасты аптасына бір рет болсын фруктовая нарезка жасап тұрыңыздар. Ең астыңғы керек емес бөлігінде алып тастайтын боламыз. Ананастың сыртқы бөлігі оңай алыну үшін астыңғы бөлігінде пышақтың көмегімен кесіп шығатын боламын. Өздеріңіз видеода көргендей оңай алынды. Енді ананастың ішкі бөлігін турап алатын боламын. Тураған кезде әрбір бөліктері менде үш бұрышты формада болатын болады. Енді осы тураған ананастарды өзінің формасына салатын боламын. Ананастың сыртқы бөлігін посуданың орнына қолданатын боламын. Дәл солай екінші бөлігімен де турап шығатын боламыз. Менде үйде осындай 4 бұрышты посуда бар. Дәл осы посудада жасайтын боламын. Турап алған ананастарымды алдымен қойып шығамын. Енді бізге апельсин қажет болады. Апельсиннің екі шеткі бөліктерін алып тастайтын боламын. Апельсинді ортасынан екіге бөліп, барлық бөліктерін турап шығатын боламын. Алманың да екі түрлі түсін алатын боламын. Жасыл түсін немесе қызыл түсін алсаңыздар болады. Менде қызыл түс пен осындай сары түсі бар. Екеуін араластыратын боламын. Яғни микс жасаймын. Киви керек болады. Кивиді ортасынан екіге бөліп қоятын боламын. Оның өзінің ішкі көрінісінің өзі әдемілік береді. Енді барлығын біздің посудамызға қойып шығатын боламыз. Апельсиндарды қоямыз. Киви.
жерге қояйық. Мына жерге. Мандариндерді гүлдің формасындай жасайтын боламын. Дәл осылай пышақтың көмегімен шеткі бөліктерін турап алатын боламын. Фруктовая нарезканың беткі бөлігіне сахарная пудраны сеуіп қоюларыңызға болады. Ол да өте әдемі көрініс береді. Мен оны қоспадым. Және бос бөліктеріне мен осы жүзімді қазір қойып шығатын боламын. Міне достар, осымен біздің фруктовая нарезка аяқталды. Сіздерге видео ұнады деген ойдамын. Егер ұнаса, міндетті түрде комментарий қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта қандай видеолар күтесіздер, оны да комментарийға жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Арайлым.